Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі пәні бойынша 9-шы дәріс. 9-шы дәрістің тақырыбы тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар. Дәрістің мақсаты тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды толыққанды игеру. Осы дәрісті игеру үшін екі сұрақ қарастырылады. Қауіпті факторлардың алдын алу жолдары, гигиеналық санитариялық талаптар, тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттары. Гигиеналық санитарлық талаптар. Бұл өндірісте өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін қойылатын міндетті ережелер мен нормалар. Бұл талаптар әсіресе тамақ, сусын, дәрі-дәрмек және косметика өндірісінде маңызды рөл атқарады. Гигиеналық санитариялық талаптар дұрыс болу үшін міндетті түрде ол жерде дезинфекция, дезинсекция, дератизация шаралары орындалу, санитарлық күннің болуы, жаңағы дезинфекция, дератизацияға арналған құрал-жабдықтардың болуы және де олардың барлығы өзінің ережесі бар, яғни олардың қоймасы болу керек арнайы, жаңағы ұнтақтары, яғни дезинсекциялық жаңағы ұнтақтары арнайы осы өндіріс орнына, мысалы ол сүт өндіріс орны болса, сүт өндірісіне арналған, ет болса, ет өндірісіне арналған дезинфекциялық және дератизациялық жаңа ұнтақтар болады. Сол ұнтақтарды болуы. Одан кейін жаңағы санитарлық көрсеткіш микроорганизмдерге тексеріледі. Ол жаңағы барлық беткейлерден сынама алынады. Жаңағы ол барлық бетке дегенде бұл жерде беткейлерге не жатады? Беткейлерге қабырғалар жатады, үстелдің үсті, ыдыстар, таралар үлкен, резервуарлар, жаңағы құралдар, жаңағы сүт өндірісінде мысалы барлық құралдар қандай кезеңде қандай құралдар қолданылады, соның барлығының санитарлық көрсеткіш микроорганизмдерге тексеріледі. Яғни өзінің нормасы болады, сол нормадан асып кетпеу керек. Санитарлық көрсеткіш микроорганизмнің нормадан асып кетпеуі сол жерде жаңағы дезинфекциялық шаралардың дұрыс болғанын, дұрыс жүргенін және шаю үрдісі дұрыс болғанын білдіреді. ISO 9001 1947 жылы халықаралық үкіметтің емес ұйым ISO International Standard Organization құрылды. Оның алдына қойған мақсаты бірыңғай әлеуметтік сапаны әзірлеу, оған көп уақыт еңбектену қажет болды. 1970-1980 жылдары алдыңғы қатарлы мемлекеттердегі өндірістік фирмалар сапаны қамтамасыз ететін жүйе жасады. Яғни қазіргі таңда ISO барлық елдерде мойындалған халықаралық стандарттардың бірі, және де осы ISO стандарттарына сәйкес келген өнімнің басқа да талаптарға сәйкес келетіндігін айтуға болады. ISO стандарттарының өте көп сериясы бар, ол әр сериясы әртүрлі, мысалы жаңағы тағам қауіпсіздігіне арналған сериясы бар, қоршаған ортаға байланысты сериясы бар, тағам емес өнімдерге арналған сериялар бар. Сапа сөздік. Бұл жүйе аясында мысалы тауарлар мен өнімдердің ақауларының профилактикасы туралы мәселе шешілді. Сөйтіп 1986 жылы ISO сапа сөздік халықаралық стандартын жасайды, яғни арнайы жаңағы әрбір терминге анықтама беретін өзінің сөздігі болады. ISO 9000 стандарттар топтамасының жанұясы деп атайды. Бұл стандарттар топтамасы 5 атаудан тұрады. Сапаны қамтамасыз ету бойынша ISO 9000 сапаны қамтамасыз ету бойынша стандарттар мен сапаны жалпы басқару, таңдау және пайдалану бойынша басты нұсқаулар. ISO 9001 сапа жүйесі жобалау және немесе зерттеме, өндіру, жөндеу және қызмет көрсету кезінде сапамен қамтамасыз ету үлгісі. ISO 9002 сапа жүйесі өндіру және жөндеу кезінде сапамен қамтамасыз ету үлгісі. ISO 9003 сапа жүйесі соңғы бақылау мен сынау кезінде сапамен қамтамасыз ету үлгісі. ISO 9004 сапаны жалпы басқару және сапа жүйесінің элементтері, басты нұсқаулар.
ISO 9000 сапа саласындағы негізгі түсініктер арасындағы байланыстар мен айырмашылықтарды айқындау үшін пайдаланылады. Өндіріс ішінде сапаны басқару мәселелерін шешу үшін ISO 9004 және сапа жөніндегі сыртқы қатынастарды қолдану үшін ISO 9001, 9002, 9003 пайдаланылады. ISO 9001 жобалау және зерттеме, өндіру, жөндеу және қызмет көрсету сияқты бірнеше этапта белгілі бір талаптарға сәйкестік өнімді жеткізушілермен қамтамасыз етілген жағдайда қолданылады. ISO 9002 жөндеу және өндіріс үрдісі кезінде белгілі бір талаптарға сәйкестік өнімді жеткізушілермен қамтамасыз етілуі тиіс болған жағдайда қолданылады. ISO 9003 белгілі бір талаптарға сәйкестік тек қажетті модельді таңдау кезінде өнімді жеткізушілермен қамтамасыз етілуі тиіс болған жағдайда қолданылады және 6 фактор ескерілуі қажет. Олар жобалау үрдісінің қиындығы, жобаның негізділігі, өндіріс үрдісінің күрделілігі, өнім мен немесе қызмет түрінің сипаттамасы, өнім немесе қызмет түрінің қауіпсіздігі, экономикалық фактор. ISO 9004 өнім немесе қызмет сапасына сұранысты айқындаудан бастап тұтынушыны қанағаттандыруға дейінгі сапа ілмегінің барлық этаптарында сапаға әсер ететін техникалық, әкімшілік және адами факторлардың ескеретін басты құжат болып табылады. Сапа әрбір ұйымның негізгі мақсаты шығаратын өнімнің және көрсетілетін қызметтің сапалығы болып табылады. Олар пайдаланатын немесе тағайындалған саласы бойынша нақты айқындалған қажеттіліктерге жауап береді. Тұтынушы талаптарын қанағаттандырады, қолданылатын стандартқа сәйкес. Қолданыстағы заңнамаларға сай тұтынушыға қолжетімді бағамен ұсынылады, пайда табуға себепші болады. Сапа жүйесінің әсері. Нарық маркетингі, ізденістер мен зерттеулер. Яғни өнімді сапалы болып шығару үшін міндетті түрде жаңа нарықты зерттеу керек. Нарықта қазіргі таңда тұтынушылардың жыл арта, күн арта жаңағы қажеттіктері өсіп жатыр, қажеттіктері өзгеріп жатыр. Жаңағы өз барынша адамдар қолайлы, кез келген нәрсенің қолайлы болғанын қалайды. Мысалы, өнімнің жаңа бұрында тек қана сапа жаңағы қауіпсіз болғаны міндетті болса, қазір сапалы болғаны, эргономикалығы, жаңағы басқа да факторларға жауап бергені жаңа қажет. Мысалы, өнім тек қана жаңа адамды тойдырып қана қоймай, сонымен қатар қандай да бір функция атқарғаны маңызды. Мысалы, бір өнімді тұтынып, адам өзіне қажетті В витамин топтарын, болмаса суда еритін витаминдерін, майда еритін витаминдерін, Д витаминін деген сияқты С витаминін деген қажеттіліктерін қанағаттандыра алатындай өнім тұтынғанды қалайды. Сосын кейбір өнімдерде жаңағы ас қорыту жүйесіне жақсы әсері бар. Болмаса жаңағы жүйке жүйесін тыныштандыратын, болмаса жаңағы энергия беретін деген сияқты қандай да бір функция атқаратын өнімді іздейді. Қазіргі тұтынушылар өнімнің тұтынған кезде жаңағы кез келген уақытта, кез келген жерде ол өнімді тұтынуға ыңғайлылығы, эргономикалығы алға тартады. Мысалы, жаңағы пайдалы таңғы ас, яғни кез келген уақытта оны ешқандай жаңағы ұзақ уақыт тағам жасамай, кәдімгідей жаңағы өнімді кез келген уақытта жүріп келе жатып тұтына бере алатын өнім қолданғанды қалайды. Мысалы, соған байланысты өнімдердің де жаңағы қаптамалары өзгеріп жатыр, өнімнің жасау технологиясында өзгерістер болып жатыр. Өнімдерді барынша пайдалы, сапалы және қолдануға қолайлы етуге тырысу қажет. Техникалық талаптарды жобалау және жасау.
Техникалық талаптар бұл жаңағы өндіріс орнының толығымен жаңағы өнімді сапалы және қауіпсіз шығару үшін қажетті талаптар, жаңағы қажетті техникамен қамтамасыз етілуі, барынша барлығы автоматтандырылуы, одан кейін жаңағы технологиялық үрдістердің жаңа түрлерінің қолайлы, тиімді, уақытты үнемдеуге, жаңағы жұмысшының жүгін жеңілдетуге мүмкіндік беретін сондай жобаларды жобалау керек. Материалдық техникалық жабдықтау, яғни сол жаңағы дұрыс шикізатпен, дұрыс сапалы қосалқы шикізатпен, дұрыс сапалы техникамен жабдықтау. Өндірістік үрдістерді ойлап табу және дайындау, яғни жаңағы қандай этаптармен кезеңдермен жаңағы өнімді дұрыс және қолайлы етіп шығаруға болады. Сынақтар мен тексерулер жүргізіп бақылау, яғни кез келген өнімнің сапасын, шикізатын бірінші тексереді, одан кейін дайын өнімнің сапасын тексереді. Соны үздіксіз жүргізіп отыру, бақылап отыру сапасын. Жөндеу және пайдалану, яғни қандай да бір сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, болмаса техникалардың бұзылуын, жаңағы бұзылуын алдын алу, болмаса жаңағы үнемі қадағалап отыру сол жағын. Өнімді орналастыру және өткізу, яғни өнімнің дұрыс сақталуы, дұрыс орналасуы, өнімнің тұтынушыға сапалы және қауіпсіздік болып баруына әсері бар. Техникалық көмек және қызмет көрсету. Маркетинг қызметі өнім сапасына қойылатын талаптарды айқындауда маңызды орын алуы керек. Ол өнімге немесе қызметке деген қажеттілікті айқындауға, нарық сұранысына дәл анықтама беруге, тұтынушы талаптарына айқын анықтама беруге, тұтынушы талаптары жайлы өндіріс шеңберінде айқын ақпарат беруге міндетті. Қазақстан Республикасының тағам қауіпсіздігіне сапасына байланысты қандай нормативтік құжаттары бар десек, яғни Қазақстан Республикасында көптеген жаңағы осы сапамен қауіпсіздік қамтамасыз ететін жаңағы өндіріс орындары сүйене алатын нормативтік құжаттары бар. Ол бірінші Қазақстан Республикасының тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі бойынша заңы, одан кейін мемлекеттік стандарт, сосын халықаралық стандарттардың ішінде ISO стандарты, одан кейін біз кеден одағының құрамына кіргеннен кейін жаңағы кеден одағының техникалық регламенті бойынша, сосын өнімнің техникалық шарттары, рецептурасы, ветеринарлық санитарлық ережелер, санитарлық эпидемиологиялық деген сияқты ережелерге сүйене отырып өнімді сапалы және қауіпсіз етуге тырысады. Өнімнің сапасына әсер ететін алдыңғы лекцияларда айтылған факторлар бар. Сонымен қатар бүгінгі біз қарастырып отырған ISO стандарты кез келген өнімді осы Қазақстан өндірушілері жаңағы шетелге өзінің өнімін импорттағысы келсе де, ол өнімнің осы ISO стандарттарына сәйкес болуы, жаңағы яғни сол таңбасымен таңбалануы, ол жаңағы өнімнің елге шығаруға мүмкіндік туғызады.